Бәріңе сәлем, сіздермен мәңгілік футбол. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Барселона ойыншыларының жалақысын қысқартпайтын болды. Тоттенхэм Яник Карасконы сатып алғысы келеді. Роналду Наполиге ауысуға жақын. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі видеода. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Олай болса, біз бастаймыз. Наполи Роналдудың агенті Мендештен нақты ұсыныстар күтіп отыр. Компаниялық клуб Роналду мен Виктор Осимхеннің трансфері жайлы келіссөздер жүргізуге дайын. Қазір манкуниандықтар Осимхен үшін 100 миллион еуро төлеп, егер Роналду Наполиге ауысатын болса, португалдықтың жалақысының 85%-ын төлеуге дайын. Бірақ Наполи Осимхен үшін 130 миллион еуро сұрап отыр. Ал Манчестер Evening News басылымының хабарлауынша, неаполитандықтар Мендешпен келіссөздер жүргізіп үлгерді және Роналдуды сатып алуға дайын. Бірақ бұл трансферге уақыт жетпей қалатын болса, португалдықты жалға алады. Қазіргі сәтте Наполи 7 ұпаймен А сериясында бірінші орында тұр. Ал Чемпиондар лигасында плей-офф кезеңіне шығу үшін Аякс, Ливерпуль және Рейнджермен таласатын болады. Челси Динамо жартылай қорғаушысы Захаринді сатып алып үлгермеуі мүмкін. Sport Express басылымының хабарлауынша, күн өткен сайын бұл трансфердің орын алу мүмкіндігі азаюда. Айта кетейік, 1 қыркүйекте АПЛ-де трансферлік терезе жабылады. Ал Челси мен Динамо әлі көп сұрақтарда келісімге келе алған жоқ. Ең басты мәселенің бірі ол қазіргі әлемде болып жатқан жағдайға байланысты лондондықтар мәскеулік командаға ақша аудара алмайды. Барселона Жерар Пике мен Серджи Бускетстің жалақысын азайтпайтын болды. Каталондық клуб бұған дейін жалақы қорын көбейту үшін ойыншыларының жалақысын қысқартуды ойластырған. Бірақ енді бұл мәселе бойынша ойыншылармен келіссөздер жүргізуден бас тартты. Дәл қазір Жюл Кунде келгеннен кейін Барселонаның жағдайы жақсарды және командадан Абамейянг кетуі мүмкін. Айта кетейік, Барселона Пикеге 52 миллион еуро қарыз. ПСЖ Монако мен Аксель Диасиді сатып алу бойынша байланысқа шықты. Бірақ әлі нақты ұсыныс жасаған жоқ. Монако 24 жастағы ойыншы үшін 50 миллион еуро алғысы келеді. Диасидің өзі Парижге ауысуға дайын. RMC Sport басылымының хабарлауынша, Диаси ПСЖ үшін қосымша нұсқа. Егер париждіктер Милан Шкринияр бойынша келісімге келе алмаса, Монакодан Диасиді сатып алады. Жартылай қорғаушы Яник Караско осы жазда Атлетикадан кетуі мүмкін. The Telegraph басылымының хабарлауынша, ойыншыны сатып алу бойынша Тоттенхэм келіссөздер жүргізіп жатыр. Ойыншының кету сомасы 60 миллион еуро. Бірақ кейбір басылымдардың хабарлауынша, лондондықтар ойыншының бағасын біраз азайта алады. Журналист Робен Урьянның хабарлауынша, Атлетико жартылай қорғаушыны сатқысы келмейді. Бұл жағдайда Тоттенхэмнің жалғыз үміті ол кету сомасын төлеу. ПСЖ Нголо Кантеге қызығып отыр. The Times басылымының хабарлауынша, ПСЖ Кантені алдағы қыста сатып алады. Ойыншының лондондықтармен келісімшарты 2023 жылдың жазында аяқталады. ПСЖ 2018 жылдан бері Кантені сатып алғысы келеді. Көктердің бас бапкері Томас Тухел болса, Кантемен келісімшартты ұзартуды ойластырып отыр. Бірақ бұған басты кедергінің бірі ол ойыншының жасы және денсаулығы. Қорғаушы Уан Бисака Манчестер Юнайтедте қалуы мүмкін. The Athletic басылымының хабарлауынша, манкуниандықтар ойыншыға Вест Хэм мен Кристал Пэлас тарапынан түскен ұсыныстарды кері қайтарып жіберді. MU 24 жастағы қорғаушыны сатқысы да жалға бергісі де келмейді. Егер командадан Бисака кететін болса, алдағы бірнеше күнде оның орнына басқа ойыншы табу мүмкін емес. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса, лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.